Бәріңізге сәлем. Бүгін сіздермен тез әрі оңай дайындалатын және дәмі керемет болып шығатын манниктің рецептісімен бөлісемін. Алдымен ыдысқа айранды құямыз. Оның үстіне манка жармасын салып, араластырып 15 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін үстіне қант, сұйық май, ұн және қопсытқышты қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Тестоның қоюлығы видеодағыдай болады. Енді осы тестоны формаға құямыз. Бетін тегістеп 180 градус қызып тұрған пеште 40 минуттай пісіреміз. Манник әбден суығаннан кейін бетіне қалауымызша қант ұнтағын себеміз. Міне біздің манник дайын болды. Шайларыңыз тәтті болсын. Видео ұнаса лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Кәмшат.